2019 жылдан бастап жеңілдетілген салық жүйесімен жұмыс жасайтын бизнес өкілдері онлайн кассалық аппаратты орнатуға міндетті. Жалпы мұндай бақылау кассалық машиналар чектегі барлық ақпараттарды автоматты түрде салық органының деректер қорына жіберіп тұрады. Нәтижесінде кәсіпкердің төлейтін міндетті салық мөлшері есептеледі. Бұл көбіне қолма-қол ақшамен жұмыс жасайтын бизнес нысандардағы кірістің ашықтығын қамтамасыз етеді. Егер кассалық аппарат 2013 жылғы болса, сізге жаңа онлайн құрылғы сатып алудың еш қажеті жоқ. Мамандардың көмегімен кассалық аппаратты жаңартуға болады. Управление государственных доходов по городу Темиртау доводит до сведения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Теміртау қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы саудамен айналысатын және кәсіпкерлерді ескертеді. Елімізде биылғы жылдың 1 қаңтарынан бастап салық кодексінің 167 бабы 1 тармағына сәйкес салық органдарына тіркеу есебіне тек деректерді беру функциясы бар бақылау кассалық аппараттарын қою міндеттеледі. Ал заңды белшесінен басып, талаптарды орындаудан бас тартқандар мемлекет тарапынан белгіленген тиісті жазаға тартылады. Ең алдымен ескерту жасалып, әкімшілік жауапқа тарту көзделген. 1 жылдың ішінде әрекет қайтадан қайталанса, айыппұл төлеуі тиіс. Айыппұлдың мөлшері жекеше нотариустарға, жеке сот орындаушыларына, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне 15 айлық есептік көрсеткіш, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 30 айлық есептік көрсеткіш, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 50 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Вот сейчас 1 октября 1 қазанға дейін барлық жеңілдетілген салық жүйесімен жұмыс жасайтын бизнес өкілдері онлайн кассалық аппаратты орнатуға міндетті. 1 қазаннан кейін барлық жерлерде де тексеру жұмыстары жүргізіледі. Заңға қайшы әрекет еткен заңдар міндетті түрде жазаланады. Сондай-ақ 2020 жылдан бастап патент шеңберінде жұмыс істейтін салық өтелушілерге бақылау кассалық машиналарын қолдану міндеттелуі мүмкін. Заңды бұзбай, ашық жұмыс істеген кәсіпкердің табысы өз қалтасында қалады. Ал салық төлемеу заңмен қолданылатын естен шығармау қажет. Сондықтан салық төлеуші бақылау кассалық аппаратты қолдануды ешқашан естен шығармағаны дұрыс.